Бүгін сіздерге мен хабарландыру видеосының қандай болатындығы туралы түсіндіріп кетейін. Біраз менің оқырмандарым айтып жатыр, барлық видеоға хабарландыру жасайсың ба деп. Ол хабарландыруды барлық видеоға жасамаймын. Хабарландыру, бұл видеода хабарландыру деп аталады. Яғни бұл менің арнамдағы жаңа видеолардың қатарына жатады. Бұл видеода мен тек қана арнайы видеолар болады. Бір аптадан кейін шығады, немесе бір күннен кейін шығады деп арнайы атаулы өзіңіз дайындалып жүрген видеоларды хабарландыру арқылы көрсетсеңіз болады. Мысалға, мен өзім көптеген видеоларымды тек хабарландырумен хабарламаймын. Бір хабарландыруға 2-3 видео айтып жіберемін. Бір видео айтамын. Мен негізі көбінесе видеоны алдын ала дайындау олай жасамаймын. Кейбір видеоларымды алдын ала дайындап, солай жасаймын. Кейде ойыма түскен кезде ғана, кейде видеоларды солай жасаймын. Және де бұл менің арнамдағы екінші хабарландыру видеосы. Хабарландыру жайлы толық мәлімет айта кетейін деп ойлаймын. Егер де мен шынайы хабарландыруды әрбір видео сайын айтып отыратын болсам, менде 10 видео болса, демек арнамда 20 видео болады. 10 видеоның әрқайсысын хабарласам, демек 20 видео. Мысалға, мен биолемі рубрикасы туралы хабарландыру айттым. Себебі мен ол биолемі рубрикасын біраз уақыттан бері жоспарлап жүргенмін. Сол себептен де оны арнайы хабарладым. Айта кетерлік жайт, мен хабарландыру видеосында ешқандай монтаждалмайды, ол дер кезінде арнама салу керек.